кеш жарық. Құрметті қатысушылар, бүгінгі тақырып ұйқы туралы болады. Ұйқы туралы, ұйқының тәртібі, ұйқының маңыздылығы. Негізі ұйқы деген бұл үлкен мәселе. Ұйқыға кеткен уақыт ол бос уақыт емес. Сіз тамағыңызға қаншалықты маңызды уақыт бөлесіз, тамақ ішуге, дем алуға, немесе физикалық белсенді жасауға, жұмыс істеуге, сол сияқты сол құнды уақытыңыз алатын фаза ол ұйқы уақыты. Ұйқы мәселесі өте қазіргі таңда үлкен орын алады, және де бұл ұйқы проблемасын біздің халықаралық деңгейде көптеген рекомендациялар шығып жатыр. Бұл мәселені көтеріп жатыр халықаралық деңгейде. Өйткені осы ұйқы тәртібін сақтамау арқылы ұйқының бұзылуы салдарынан көпшілігімізде денсаулығымыз азаяды, жұмыс істеу қабілетіміз азаяды, нашарлайды. Енді толықтай түсіндіріп кетейін. Түнгі ұйқының толық болмауынан қандай жағдайлар болады? Бірінші, ол күндіз ұйқыға тартады. Күндіз сіз ұйқыңыз келеді. Екінші, ол күндізгі шаршау. Яғни жұмыс қабілетіңіз азайып, тез шаршайсыз, толыққанды істегіңіз келмейді, депрессивті көңіл күй. Яғни құлшыныс болмайды, жұмыстар көп, бірақ істейтін энергия таусылды, энергия жоқ, гиповитаминоз деп айтамыз. Негізі ол гиповитаминоз емес, көбінесе ол осы ұйқы нашарлауынан болады. Жұмыс істеу нашарлауы айттым, сосын жалпы денсаулықтың төмендеуі. Ол рас, ұйқының дұрыс болмауы ол біздің жалпы денсаулығымызға әсер етеді. Енді ұйқы тек қана жасқа байланысты өзгермейді, айырмашылығы болғанмен, тек қана сол жасқа байланысты айырмашылық емес, одан басқа генетикалық тұрғыда айырмашылық бар, сосын эпидемиологиялық, яғни әр мемлекетке, әр нацияға байланысты. Неге десеңіз, өйткені бізде ұйқының несі бар, гигиенасы бар. Ұйқының гигиенасы деп отырғанымыз, қазір мен тағы тоқталам. Ұйқы гигиенасы ол біздің әдет-ғұрыпқа байланысты, отбасыдағы тәртіпке байланысты. Соған орай бізде эпидемиологиялық, нациялық, ұлттық айырмашылық болады. Енді жасқа келетін болсақ, жастарға мысалы қария кезінде көбінесе ұйқы аз болады, көп. Енді мен айтқым келген, осы бізде көбінесе соңғы заманда, және де 10 жыл бұрын, 10 емес, 25-50 жыл бұрын, 50 жыл бұрын деп айтайық, даже 25 жыл бұрын, мысалы, көбінесе қария адамдарда ғана проблема болды, ұйқы проблемасы. Содан аз мөлшерде ересек адамдарда, жасөспірім балаларда ондай проблема болған жоқ. Қазір бұл проблемамен қариядан бастап кішкентай бөпелерге дейін түнгі ұйқысы реттелмеген жағдайлар өте жиі кездеседі. Енді бұл проблеманың пайда болуына не алып келді? Ол жасанды жарық, любой шамдар, кофе ішу, өте популяцияда өте қарқынды жүріп жатқан тренд деп айтуға болады. Особенно жастар арасында олар трендке
қарап ішеді. Қажет боларға қажет емес па, просто мода болғаннан кейін де ішетіндер бар. Сосын физикалық белсенділіктің азаюы. Физикалық белсенділіктің азаюы ол көбінесе біздің жаңағы офистағы жұмыс, үйде отырып жұмыс істеу, онлайн жұмыс істеудің әсері. Ереженің болмауы. Ереже деген ол жаңағы именно отбасылық. Әр отбасыда өзінің ұйқыға кету тәртібі болу керек. Яғни светтер сөндірілу керек, телевизордың бәрі өшуі керек. 1 сағаттай ұйқыға дайындалу керек. Жуынып, шайынып, тіс жуып деген сияқты әрбір соған ата-аналарға қарап балаларда соған үйреніп отбасылық ережелер пайда болады. Сол отбасылық ереженің болмауы осы проблемаларға алып келді. Өйткені қазір бәрі жұмыс істейді, и балаға да уақыт жоқ, өзіне де уақыт жоқ, сөйтіп ұйқы тәртібін бұзылып алады. Гаджеттер. Гаджет деп отырғанымыз любой біздің планшет, телефон, телевизор, радио, телефон, не знаю, там неше түрлі ойнайтын тетристер, не бар емес па? Xbox дейма, PlayStation, осының бәрі гаджет. То есть электронды құрал, компьютер, ноутбук, осының бәрі миға демалтыртпайды. Уақытымыз басым бөлігін алады да, миды қозу ретінде қалады да, ұйқыға кету біріншіден өте баяу барады, қиын барады. Сондықтан мен сіздерге дағы да қостым. Келесі жұмыс талаптары. Енді қараңыздар. Бірінші мен подросток туралы, жасөспірімдердің неге ұйқысы өзгереді соны айтайын. Подросток жасөспірімдердің бірінші себебі, ұйқы бұзылуының себебі, ол внутренний, яғни ішкі гормондардың пубертаттық кезеңде болады. Яғни ішкі гормондардың балансының енді өсіп өнуі, орнығуы, сонда кезең болады. Гормональды дисбаланс әсерінен или қарқынды өзгерістерден гормональды жасөспірімдердің ритмі, биоритмі өзгереді. Сондықтан ол кісілердікі в основном кешкі уақытта ұйықтамайды, ал таңертең уақытта көп ұйықтайды. Екінші, ол соның әсерінен, мысалы сабақтары таңғы 8-7 болатын болса, оларда екіншілікті ұйқы бұзылысы болады. Және үшінші, ол гаджет. Қазір гаджет өте қарқынды қолдануда. Енді гаджет деген сотка. Енді ересек адамдарда қандай проблемалар болуы мүмкін, ұйқыны бұзу үшін? Бірінші, ол жұмыс талаптары. Жұмыс талаптары дегеніміз, ол жұмыста таңертең тұру керек, кешке дейін жүресің. Кейбір жұмыстар, бухгалтерия, мысалы, отчеттар күндері болады, отчеттар күндері, или мысалы дәрігерлер түнде дежурить етеді, пожарниктер өз дежурствода болады, полицейский, полицияда. Яғни жұмыстардың қатал талаптарына бағыну керек болғандықтан ұйқы бұзылады. Ол кері әсер жұмыстың. Енді екінші, ол социумдағы талаптар. Социум дегеніміз, ол біздің қоршаған ортамыз, қоршаған ортадағы талаптар болуы мүмкін. Ол енді әр семьяда әртүрлі болады, әр жағдай әртүрлі болады, бірақ ондай талаптар бар, фактор бар. Үшінші, ол аурулар. Белгілі бір аурулардың енді салдарынан ұйқы бұзылады. Төртінші, ол эмоциональды проблема. Эмоциональды проблема дегеніміз, ол адамның белгілі бір
күйзелістен мысалы ұзақ уақыт өз-өзіне келмеуі, иә, тұрақтылық, стресске тұрақтылық азаюынан эмоциональды депрессия болады. Содан да түн ұйқысы бұзылады. 5-ші ол отбасы жағдайы, ұрыс-керіс, той-думан. Біздерде мысалы, иә, түнге шейін жүресіз, особенно әйел кісілер, особенно кішкентай балалары бар әйелдер, түнде ол кісілер баланы ұйықтатқаннан кейін демалады. Баланы ұйықтатқаннан кейін өз шаруасын жасайды. Мен сияқты. Мен жаңа баламды ұйықтатып, енді прямой эфирға шықтым, хотя мен қазір ұйықтауым керек. Осындай фактор. Енді қария адамдарда. Бірінші, қария адамдарда жас ерекшелігіне сай өздерінде осындай не болады, биологиялық ритмдер өзгереді. Олар көп ұйықтай алмайды. Ол қартаюдың белгілері. Екінші, ол дәрінің, енді қарт адамдардың денсаулығы кішкене төмендеу болу керек, болады, иммунитет азаяды, сондықтан ол кісілер көп дәрі ішеді. Сол дәрілердің арқасында да ұйқы бұзылады. Үшінші, ол пенсияға шығу. Яғни пенсияға шығу ол бір эмоционально, все равно бір адамға опустошение алып келеді. Көпшілігінде вроде бәрі қуанады, болды пенсия алдым, но пенсия алғанның өзінде уже күнделікті істейтін шаруасы болмағаннан кейін адам эмоциональды түрде кішкене өзгереді, басқа ішкі бір босаңсу сезінеді, содан да ұйқы бұзылуы мүмкін. Төртінші, ол физикалық белсенділік азаяды. Я қарт адамдар белсенді деп айтамыз, бірақ мысалы жұмыс істеп келіп күнделікті, иә, и жұмысқа бару, келу, ол да бір физикалық белсенділік қой. Тіпті соңында күрт өзгеруі, азаюы, ол да алып келеді ұйқының бұзылуына. Және ең соңғысы ол социум. Социум ол қоршаған ортаны азаю. Ол деген не? Күнделікті сіздер жұмыста қаншама адамдармен сөйлесесіздер, иә? Жұмыс барысында, обед уақытында коллегалармен сөйлесесіз. И вдруг сіз пенсияға шықтыңыз, болды, қарт адамдар ондай мүмкіндіктен уже айырылады. Ауларға біреумен сөйлесуіне уже бір өмірлік дағды болғаннан кейін бірден азайғаннан кейін уже бұл да уже эмоциональный проблемаға әкеліп соғады ғой деймін. Сосын ұйқы тәртібі бұзылады. Енді балаларға келетін болсақ, балалардың ұйқысы туғаннан бастап 3 айға дейін примерно 10-11 аптаға дейін ол 24 сағат ұйықтауы мүмкін. Олардың ритм әлі нетпеген, ұйқы басым болады. Одан кейін 11-ші аптадан бастап уже жайлап азая бастайды. Ең тұрақты кезеңі, яғни ересек адамдарға ұқсайтын уже период, ол 5 жастан бастап ұйқы уже балансы өзгереді. Күндізгі ұйықтайтын уақыт өте азға болады. Мүлдем кетеді, кеш уақыт ұйықтамайды деген жағдайлар туындайды. Енді мына қараңыз, бұл таблицада осы мысалы возрастқа байланысты міне жаңа туған бастап 2 айдағы балалар мысалы күніне 14-6 сағат ұйықтау керек болғанда, бұл оптимальный уақыты плюс-минус, 1-2 сағат. 3 айлық бала 13-6 кете береді. 4-5 жаста уже 11,5 сағат ұйықтайды түнгі ұйқысы. 6 жаста уже 9,7, 11 жаста 9 сағат, 12 жаста 8-9 сағат ұйықтайды екен. Енді қараңыздар, бұл общий, біз айттық, енді үлкен адамдар, young adults, ол подростктар, 18-25 жастағы. Жоқ, подросток емес, енді молодые люди. 18-25 жас 7-9 сағат арасында ұйықтайтын болса,
ал рекомендация, яғни 7-9 сағат арасында ұйықтау абзал. Және де взрослый люди 26-64 тоже 7-9 сағат арасында, және де қарт адамдар 65-тен жоғары ол 7-8 сағат ұйықтаған абзал. Енді мелатонин туралы айтып кетейін. Мелатонин дегеніміз ол гормон, эндогенді гормон, яғни біздің организмде бөлінетін гормон, ұйқы гормоны деп айтады. Яғни ол ұйқы кезінде өседі. Гормон көптеп бөлінеді. Ол гормонның көптеген қабынуға қарсы әсері бар, жүрек ауруларына қарсы, онкологиялық ауруларға қарсы сондай әсері бар өзінің. Ол как защитный, да, осы ауруларға қорғаныс ретінде. Сондықтан мелатониннің бөліну уақытын біз нету керекпіз, сақтау керекпіз. Яғни ұйқының тәртібін сақтау маңыздылығы осында. Мысалы, мелатониннің бөлінуі, міне қараңыздар, сағат кешкі 8-ден басталады. 8-ден басталып, ол ең жоғарғы пик ол түнгі 12 мен таңғы 4 арасында болады. То есть түнгі 12 мен 4 арасында сіздер міндетті түрде ұйықтау керексіздер. Сол кезде егер сіз ұйықтамасаңыздар, мен сияқты қазір 11:30, сіз я уже теряю, да, мен уже мелатонинімді толыққанды алмаймын. Ал сіздер сол толыққанды алу үшін сол уақытта ұйықтау керексіздер. И уже 7-ге қарай уже түседі мелатонин. Мысалы, пик 4-ке дейін, сосын 4-тен жайлап түсе бастайды мелатонин бөліну уақыты. Мелатонин біз сырттан да ала аламыз, яғни таблетка ретінде бар дәрі, бірақ оны ішуге көрсеткіштер бар. Мысалы, көбінесе ол жаңағы үлкен кісілерге беріледі, яғни бессонницамен ауыратын адамдар, бессонницаға шалдыққан адамдар, сосын түнді дежурить ететін адамдарға, яғни түн мен күні смена жұмыс ететін адамдардың бессонница болса, цикл өзгеріп, және де ұйықтауға қиын болған кезде мелатонинді сырттан қабылдауға болады. Және де мелатонинді қабылдау ол неге байланысты? Светке байланысты. Жасанды свет болса да, егер сізде ұйықтайтын бөлмеңізде свет жанып тұрмау керек. Свет сөндіріліп, жаңағы сөндіріліп тұрған жағдайда ғана мелатонин дұрыс бөлінеді. Менің бүгінгі сабағым сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.